Ридзер жылу энерго орталығы акционерлік қоғамының жылу энергиясын өндіру, тарату және қамту жөніндегі қызметінің жаңа тарифтары биылғы жылдың 1 маусымынан бастап әрекет ете бастайды. Жылу тарифін жақын арадағы 5 жылдыққа бекітті. 2021 жылдың 1 маусымынан 2026 жылдың 31 мамырына дейін Ридзерде Ридзер жылу энерго орталығы қызметінің жаңа тарифтары әрекет ететін болады. Шығыс Қазақстан облысы бойынша ұлттық экономика министрлігінің табиғи монополияларды реттеу жөніндегі комитетінің департаментінің ақпараты бойынша 1 маусымнан бастап жылу энергиясын өндіру, тарату және қамту жөніндегі қызметі артатын болады. Осылайша тұрғындарға тарифтің өсімі 3,6% құрайды. Бұл инфляция деңгейінен төмен. Ридзерлік жылу орталығының өзге тұтынушыларына тариф 9,5%-ға артады. Бюджеттік ұйымдарға 2020 жылдың тарифынан өсім 19,5%-ды құрайды. Коллекторлардың кәсіпорындарына қызмет 22%-ға қымбаттайды. Сонымен жақын арадағы 5 жыл Ридзер жылу энерго орталығы акционерлік қоғамының жылу энергиясын өндіру, тарату және қамту бойынша жаңа бірыңғай тарифтары әрекет ететін болады. Маусымнан бастап ридзерліктер жаңа жылыту мерзімінде қалада мәселе азаятынын күтіп, жылуға көбірек төлейтін болады.